Ассалаумағалейкум, құрметті ауыл шаруашылығы YouTube арнасының көрермендері, құрметті ауылдастар, қалайсыздар? Сіздермен Сұлтанбек Маратбекұлы, ауыл шаруашылығы YouTube арнасының және Ауыз Агро компаниясының негізін қалаушы. Құрметті достар, видеоның соңына дейін көріңіздер. Бүгін тағы да Павловния ағаш жайлы өте маңызды бір лайфхакпен, ақпаратпен бөлісетін боламыз иншалла. Сіздер үшін пайдалы, қайырлы болсын. Ендеше бастайық. Жалпы Павловния ағашын екі бағытта өсіретін айттық. Оның біріншісі түп түзу қылып өсіріп, кейін болашақта материалға жіберу. Және екіншісі декоративті, ауланың сәні болып тұру үшін кәдімгі ағаш қылып өсіру. Жалпы менің мына эксперименттегі Павловния ағаштарым, бұлар эксперимент, яғни тәжірибе үшін өзіме алғашқы опыт жинап алу үшін өсіріп жатқан жайым бар. Мен бұны өте көп емес. Егер осыларды сәтті өсіре алсам, иншалла мен 1 гектар, 2 гектарға дейін болашақта одан да көп жерлерге еге алатыныма сенімдімін. Сондықтан осы экспериментті Павловния ағаштарым, бұларды мен сол бірінші бағыт бойынша, яғни материал үшін жалпы өсіріп жатқан жайым бар. Енді осыған байланысты бір ақпаратпен бөліскім келіп отыр. Жалпы мен сіздерге өткен видеода айттым, жалпы осы екі түрде де өседі. Менің өзіме қажет, осы материал үшін қажет өсу үшін тағы бір керек нәрсе, бұл жерде мына ағашы мен ствол дейді, ортасындағы негізгі сабағы мен жапырақтардың арасында шығып жатқандарды жұлып тастау керек екен. Оларды жұлып тастамасақ, ертең олар өсіп, декоративті болып кетуі әбден мүмкін екен. Енді сіздерге жақынырақ көрсетіп, нақтырақ көрсетейін. Міне мәселе мына ствол, мына көріп тұрсыздар, мына ствол және мына жапырақ. Жапырақ көріп тұрсыздар ғой. Енді осы екі ортада мынандай өсіп тұр, міне. Көріп тұрған болсаңыздар, міне осыларды жұлып тастау керек екен. Егер осыларды алып тастамасақ былайдан, онда бұлар ертең декоративті болып өсіп кетеді екен. Көріп тұрсыздар ғой. Осыны алып тастап отыру өте маңызды екен, сонда декоративті болмайды екен. Маған декоративті болғанның мүлде қажеті жоқ. Маған болашақта жалпы түп түзу болып өссе деген ниетім бар. Сол себепті бұларды алып тастаймыз. Ал енді декоративті қылып өсіреміз, әдем болып өссін дейтін болсаңыздар, ондай кезде бұларды амасаңыздар да болады. Міне мынадай тіпті шырмауықтар да шығып кетіп жатыр қазір. Түзу ағаш болғаннан кейін шырмауықтар да шығып, былайша айтқанда кедергі жасап жатыр. Міне мынандайлардың бәрін алып тастап отыру керек. Көп ұзатпай алып тастап отырсаңыздар, Павловния ағаштарыңыз түзу болып өседі екен. Міне мына жерде көріп тұрсаңыздар, міне мынау үлкен болып шығып кеткен екен. Осыны бұлай өте ақырын ғана жұлып алып тастаймыз. Көріп тұрсыздар ғой. Міне осылай. Міне мына жақта да өсіп кеткен екен, мына екі ортаға. Декоративті емес болу үшін осыларды алып тастап отыру өте маңызды екен. Көріп тұрсыздар. Осылай алып тастап отырамыз. Мына жақтарда бар ма екен? Міне, мынадай міне осылай кішкентай болып шығып келе жатады. Сол кезде алып тастай беру керек. Өсірмей. Сонда бұл декоративті болып емес, түп түзу болып шығады, Алла бұйыртса. Міне, мына жерде мыналар өсіп тұр. Осыларды алып тастап отырамыз. Міне мына жерде мынау шығып тұр. Жалпы түсінікті болып деген ойдамын, құрметті достар. Осылай алып тастап отыру өте маңызды екен бұны. Сонда түзу болып өседі екен. Әйтпесе декоративный болып жан-жаққа тыралып өсеуі мүмкін. Сонымен достар, мен видеомды аяқтаймын. Қысқадан нұсқа, жалпы осыны сіздермен бөлісу үшін түсірдім. Бұл түзу өсу үшін аса қажет процесс екен, жасалу керек. Видео пайдалы болған болса, видеоға лайк басып, астына пікірлеріңізді жазыңыздар, қолдауларыңызды білдіріп кетіңіздер, және түсінбеген жерлеріңізді сұрақтарыңызды қойып отырыңыздар. Сонымен қатар видеоны басқа да қандастарымызға жіберіп бөлісіп отырыңыздар. Білім бөліскен сайын көбейеді. Иншалла біліммен бөлісіп отырыңыздар, Алла бұйыртса. Және Қазақстанды бірге агродержаваға айналдырайық. Сіздермен бірге болған ағартушы, ауыл шаруашылығы және Ауыз Агро компаниясының негізін қалаушы мен Сұлтанбек Маратбекұлы. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатух.